Сәлем баршаңызға. Бүгін бүкіл қазақ елінің жақсы көретін ұлттық тағамның бірі бауырсақ дайындаймыз. Өзі сондай қатпайтын, суға салса батпайтын, жеңіл әрі дәмді бауырсақтың 3 түрін қабыл алыңыз. Алдымен апара ашытқыны дайындап алайық. Ол үшін табаққа жылы суымызды құйып, оған қантымызды салып, ерітіп аламыз. Одан кейін құрғақ ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ашытқымыз суда ери бастаған соң, біраз уақыттан соң судың беті көпірши бастайды. Ашытқының бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 10 минутқа қоямыз. Ашытқымыз көтерілді. Одан кейін бөлек ыдысымызға жылы сүтімізді және жылы суымызды құйып, оған қантымызды қосып және тұзымызды қосып ерітіп аламыз. Кейін осы сұйық массамызға бастапқы апара ашытқымызды қосып, үстінен үкіштен өткен ұнымызды қосып, қамырын илей бастаймыз. Қамырын кем дегенде 5 минут аралықта илеу керек. Қаншалықты ұзақ илесеңіз, соншалықты қамырымыз жақсы шығады. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатта көтерілгенше қоямыз. Осы аралықта менде жеткілікті уақыт болғандықтан, өрілген өрімдерден тұратын себетімді тоқиын деп шештім. Себет тоқуды сыйлық ретінде жасап, немесе өзіңіз пайдаланған кезде үйіңізге сән қосып, өзіңіздің жеке көрінісіңізді қосатын тамаша хобби. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Өте жұмсақ, әрі нәзік болып шыққан, қолға да тым жабыспайды. Қамырымызды столдың үстіне аударып, 2-ге бөліп, қамырын жая бастаймыз. Қамырын жайып болған соң, осындай дөңгелек пішінді формамен кесіп аламыз. Артылған қамырымызды шет-шеттен жинап алып, дәл осылай етіп жасап аламыз. Кейін бауырсақтың 2-ші түрін жасаймыз. Қамырымызды жайып болған соң, осы видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Кесілген қамырларымыздың видеодағыдай етіп, бірнеше бөліктерге тағы кесіп аламыз. Дайын бауырсақтардың бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа қоямыз. Бауырсақтың 3-ші түрін жасаймыз. Яғни жұқа етіп жайып аламыз, видеодағыдай етіп, ұсақ бөліктерге кесіп аламыз. Көтеріліп дайын болған бауырсақтарымызды алып, табамызды отқа қойып, май құйып, қыздырып, бауырсақты 2 бетін қызарғанша қуырамыз. Қалған бауырсақтарды да дәл осылай қуырып ала береміз. Міне, сүт қосылған бауырсақтар да дайын болды. Пісіп шыққан бауырсақтарды шаймен ұсынсаңыз, дәмі тіл үйірері сөзсіз. Біздің еліміздің мақтана алатындай ұлттық құндылықтары өте көп. Соның бірі бауырсақ екені сөзсіз. Бауырсақтарды кесіп қарайық. Іші жұмсақ, сырты томпақ.
Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын!